Қайырлы күн, қымбатты оқырман. Сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары. Бүгін біз сіздерменен амоним сөздерді көп мағыналы сөздерден ажыратуды үйренеміз. Қазақ тілі өте бай тіл. Амоним сөздер мағынасы басқа, айтылуы, жазылуы, естілуі бірдей сөздер. Мысалы, қазақ тілінде ат сөзінің бірнеше мағынасы бар. Ат жұмыс көлігі, атқа міндім, аттан түстім. Екінші, ат есім атауы, атыңыз кім, есіміңіз кім. Ат бұйрық райлы етістік, садақ ату, мылтық ату. Және екінші сөзіміз жүз сөзі. Жүз кітап. Бұл жерде кітап заттың санын білдіріп тұр. Жүзі жылы екен, жүздің сипатын білдіріп тұр. Пышақтың жүзі, пышақтың қайралмаған, өткір тұсын пышақтың жүзі деп атаймыз. Суда жүзу, бұл жерде етістікті, іс-әрекетті, қимылды білдіреді. Құрметті оқырман, амоним сөздерді түсініп, қолданып жүрейік.